күресін шарасы өтуде. Сол шараға біздің мектеп пен 7-ші Б сыныбы атсалысып қатысуда. Көріп отырғандарыңыздай көк аспан астындағы біздің кітап сөйлемде дайын болды. Бүгін біз сіздерге өзіміздің оқыған кітаптарымызбен бөлісетін боламыз. Бүгін яғни қаламыздағы барлық мектептер шарасы болғандықтан номер 5-ші мектептің кітапханашысы мен кітап сүйер оқушылары жиналып қалыпты. Яғни ол кісілерден бірнеше сұхбат ала келсек. Бүгін бізге бірнеше сұрақтар қойсақ. Менің аты-жөнім Марван. Білесің ба, қалай ойлайсың? Бірақ бесінші орта мектепте кітапхана меңгерушісі болып қызмет істеймін. Аты-жөнім Махашева Күреш Ойынбайқызы. Осы 100 кітап жобасын сіз қолдайсыз ба? Әрине қолдаймын. Әрине кітап оқимын. Жақсы. Сіздің кітапханаңызда неше оқырман бар? Біздің қазіргі күні біздің кітапханада 420 оқырманым бар. Өте керемет. Сіздің кітапханадағы оқушыларыңыз көбейе берсін деген тілектемін. Сау болыңыз. Рахмет. Мектеп гимназиясының көрмесіне келдік. Көріп отырғандарыңыздай, осы гимназияның көрмесі өте керемет шыққан екен. Және де кітап сүйер оқушылары да өте көп келіпті. Енді біз осы арадағы кітаптарын сұрай кетсек. Яғни, сәлем. Бүгін мен сенімен танысқым келеді. Менің аты-жөнім Марван. Өзіңді таныстырып Бүгін бізде бұл кітап алаңқайы, яғни бұнда кез келген жан келіп, түрлі жанрдағы кітаптарды оқи алады. Кітаптардың басым көпшілігі балалардың сүйіп оқитын фантазия жанрында, және ересектердің көп жиі оқитыны ол көркем әдебиетте. Кітаптар алып келдік. Танысқаныма өте қуаныштымын. Кітаптарыңыздың мазмұны өте керемет екен. Рахмет. Мінекей кітап сөйлемізге де оқырмандар келіп қалыпты. Ол кісілермен танысайық. Сәлеметсіздер ме? Мен номер 8-ші мектебінің оқушысымын. Менің аты-жөнім Марван. Сіздерге бірнеше сұрақтар қоя кетсем, бірінші танысайық. Аты-жөндеріңізді. Гүлмира болады менің атым. Қуаныш. Осы біздің кітап сөйлеміздегі қандай кітаптар ұнады? Абайдың кітабын жақсы көрдім. Мен өзім негізі жақсы көретін ақан сері, басня, крыло, бұрынғы кітаптар, Тармағоя деген кітаптар. Өздеріңіз бос уақыттарыңызда кітап оқығанды жақсы көресіздер? Жақсы. Кітап сосын кеп Ері қарай оқып тұрған содан. Рахмет. Кітап оқыдыңыз. Өзіміздің мектеп мақтаныштарынан сұхбат ала кетсек. Бүгін мен 7-ші 8-ші сынып оқушылары Инабат пен Алиханнан сұхбат алғым келеді. Инабат және Алихан, сіздерге 10-шы жөніндегі қандай кітаптар ұнайды және кітап оқығаныңызбен бөлісіңіздер? Маған осы сөреден Жюль Верннің Теңіз бен Оттық кітабы ең қатты ұнады. Инабат кітапханадан мектеп алып оқимыз. кітап оқыған қызықты дегенден себебі кітаптың ішінен бізге керекті мәліметтерді алуға болады. Және ол кітап арқылы тіл байлығында жоғары ұстап. Осы 100 кітап жобасы сіздерге несімен ұнады және неліктен өтіп жатыр деген ойлайсыздар? Маған бұл 100 кітап жобасының ұнаған себебі әр адамдар басқа мектептен дайындаған кітаптарын оқи алады және өз кітабымен білім ала алады. Маған 100 кітап жобасы ұнады. Бұны ұйымдастыру менің ойымша қазіргі кезде кітап туралы жобалар азайып кетті. Көбісі интернет туралы. Сондықтан да осы кітапты жоғары ұстап басқа оқушыларына таныстыру үшін қойылған. Сіздерге көп рахмет. Мектептің мақтанышы болып жүреді.